Хайырлы ақшамлар, студияда Айша Шулакова демек автанын нәтижелеріні талил етмеге вақыт келді. Бүгінгі программамызда. Қоветіміз бірлікте. Менімже, тарих дерслері етерлі. Біз олардан білеміз. Берабер әрекет етсек, ер вақыт ғалибеге ерішеміз. Русияды халықлар бірлігі күніні қайдеттілер. Ярымадада барышық ве қавғасыз яшайышының рецептіні білелер. Узақтан яневден чалышув QR-кодлар ашылама. Все это правильно. Бу эпосы доғры япыла. Башқа чаре yok. Вирусны тек бойле енерміз. Тек бойле. Яны сынырланувлар ковид арқалуыны тоқтатып olur ма? Уч форматта ве аноним шекілде. Госуслуги порталы вастасынен электрон шекілінде әлінің жетвелге алынуы ноябрінің 8 күні екінленмек керек еді. Амма 14-не қадар девам еттірілді. Қырым вяқияр бойынша федераль девлет статистикасы қызметі идаресінің елбасшысы Ольга Балдинаның эксклюзив интервьюсы. Пробиркалардан шыққан зейтун. Та самая оливка. Бу фаростан кетірілген зейтун теречігі. Эсас фондымыз бізде теплицаларда ерлеше. Қырым зейтуны мақсулаты вкусы Россия адлы конкурста иштирак ете. Ноябрьнің дортында Русияда халықлар бірлігі күні қайдетілді. Президент Владимир Путин оны Қырымда кечірді. Ақиярда девлет елбасшысы граждан жеңкі екінлев абидесіне чечеклер қойды. Қараман шерден епсі Русиялелеріні байрамнен хайырлады. Президент хатырлатты ке, халықлар бірлігі күні мемлекетіміздің тарихында фаджалы, тағдыр белгілейші деверлерінден бірінен бағлы. Этот праздник посвящен... Бу байрам бізге яқын ве анлайышлы олған, эсас дегерлеклерге бағышлана. Бу ватанға самими севгі, эждатларымызға урмет, оларға ошамаға интулув. Девлетке ве оның гражданларына хызмет етмеге тырышмақ. Келечегіміз ве балаларымыз үшін чалышмамыз мойым. Ярымадада муабет, тынч ве давасыз яшамақның сырыны білелер. Дерсликлерде язылмаған формула саде. Янында яшағаны урмет эт ве туған ерні сев. Асыр әвелісі ұлы Қырым татар сиясетчі ве арекетчі Номан Челебеджихан сөйледі ке. Қырым халықлары бір чечек топкабы, бір халық үшін ұқуқлар ве шарайетлер керек, чүнки біз ел-елге кетмелі. Бу фікір Русиялы Қырымда амелге кечірілді. Халықлар бірлігі күні эсас эмиет ташы. Чүнки Қырым Русияда чоқ милетлі регион унваныны ташы біле. Ата мечбурей сынырланувлар шараетінде бу күн бір Қырымлы үшін парлақ қала. Мевзунун девамы левхамызда. 30 йылық ұйылға бақмадан мұсыбетлер аляда sıcaklık ве романтик чизгілер көріне. Оларын сойдлары чешіт, ама қаршылықны дұйғылар ақында учшей хатырлата. Бенек Эрмені Оксананың урум ве ехуди тамырлары бар. Бунин бірге бұчифт чоқ вақыт Курджистанда яшады. Бір ястыққа баш қойып. Тек бір шеяқта давалаша білеміз. Кім чоқча севе. Milli әлеметлер бойынша бір анлашылмамазлық олмай. О вақыт қол тута, ойнай. Балаларны Эрмені тілі ве ойынлары дерслеріне алып бара. Laparoscopic approaches for removing of the stones from common bowdar. Қырымтатар Индистандан келген тибиджи сүнетлерге инглиз тілінде лекциялар оқуй. Бұда полиэтник жемата ұлыжышай. Сөзлер етішмеген вақыт білгі алмаға ве бір-бірлеріні анламаға істеклері ярдым ете. Біз студентлеріміздің урф әдетлеріні огренеміз, білеміз, олар бізімкілеріні. Бұндан да ғайры, олар Қырымда сеяат етмеге, дүлбер манзараларыны көзетмеге севелер. Өз мемлекетлері ақында да тариф етелер. Қырымда сайысы ең аз олған халқылардан бірі қарайлар. Олардың сайысы 500-ден біраз жоқча. Олардың урф әдетлері yok olmasın деп, бұл кичік милет бұйық бір айлеге чевырылды. Бізде 16-шы сене топлу бір съезд кечкен еді. Пек бұйық тедбір олған еді. О заман аман епсі Қырым шерлерінің векеллері іштирак етті. Емде Қырымдан тыш яшаған қарайлар. Украинадан ве Литваниядан іштиракчелер олды. Қырымның зенгін этник палитрасы ғайет рынкледір. Әбелке жетвелге алуының малюматына көре Ермада территориясында 175 миллетін векелері яшайлар. Біз Қырымда яшаған бір миллетінің урф әдетлеріні күтеміз. Ананелеріні урмет етеміз. Тіллеріні огренеміз. бір миллетте бір шей олғанына қованына. Бала доғдымы, біз қованамыз. Оның миллеті насыл олғаны мұйымдегіл. Адамлар мемнун олмасы үшін, зайдыетлер олмамазлығы үшін оларға ичтимai онайтлық керек. Бұны президент Путин тап Қырым баринден евел анлайды. Оның бірінші адамлардан бірі сүргін етілген халықларын реабилитациясы бойынша черлер ақында емір олды. 2014 сенесі қожаман планлар, шымды есе өмірге кечірілген иш. Чоқ квартиралы евлер құрула. Епісі ичтимai ағлар, чешіт объектлер, бала бақшалары ве мектеплер тікленіле.
Кырымның тақдырыны белгилеген референдумдан эвел тил мевзусы Украинаның эсас айын ойын елларындан бұры еді. Бұле етіп, олар электоратны қолда тута еділер. Енді меселе вариатке ве онайтылыққа чевірілді. Ресми шекілді үш девлет тілі бар. Рус, Украин ве қырым татар тіллері. Конышмақ, фікір етмек, дуа етмек үшін істеген тіліні қоланмақ мүмкін. Бізде Қырымда енді 1000 елдан зияде екі дин бір-бірінен қомшы оларақ ян-янаша келе. Да бір кере дин себебінден ичбір зиддиет яда дава олғаны yok. Қырымда четтіл интернетлерден күрешкенлерге абиде yok. Бұле монументлер Нижний Новгород ве Москва шерлерінде ерлеші. Ама бұл ал Ермадада ос мининлері ве пажарскийлерні yok демекні ифәде етмей. Апалченлер, лидерлеріміз Аксенов ве Константиновның реберлегінде бірлештілер ве мында миллетчілік Бандера ордуларына yol бермеділер. Бойлеже бүгін Украинада олған фажиаға қаршы чықтық. Санки давалы девернің калькасы. Парламент деварлары енында келечек için көреш. Бұл жетішмада адалетлік ве бірлік қалип чықты. Менімже, тарих дерслері етерлі. Біз олардан білеміз. Берабер әрекет етсек, ер вақыт ғалибеге ерішеміз. Афсуски, біз ер вақыт мемлекет үшін ағыр вақытта қапсызлық олғанда бірлешеміз. Егер де біз барышық вақытында да бірлешмеге огренсек, иқтисади нәтижелерге ерішіп олырмыз. Умумен алғанда, первасы солмамақ керек. Меселе олғанда кечіп кетмек мүмкін дегіл. Біз ярдым еліні ұзатмақ керекміз. О заман бізде ерше яқшы олыр. Қырымда сонки қалабылықлардан 7 ел кечті. Ярмада тынч ве ичтимai жетін ерше онайтылы. Ама тақдим яны телекелер бағышлай. Енді олардан НСАсы умуми сағлық оқырында көреш. Ве бұл сынав халық бірлігінің ебеттікі сефер көстермеге себептір. Невбетеки мевзуға кечеміз. Дабыр авта коронавирусқа қаршы күрешувде кечті. Қырымда девлет қызметлер әлде төліві үшін QR-кодларны ләғу еттілер. Ләкін қалған ковидке қаршы черелер қала. Коронавирус далғасыны не қадар тез ене білечегіміз тек бізге ұзымызге бағлы. Қолларны ювмақ, маска тақмақ, хафлы месафе қалдырмақ ве аша ақында ұнытманыз. Алло, селям алейкум. Менің адым Ксения, мы вместе адлы региональ штабының волонтер олам. Сізге насыл ярдым ете білем? Біз бераберміз бұл сөзлер ашы япмаған вевде қалған нефахачылар үшін санки ярдым оларақ яңғырай. Олар еріне тюкянға ве илячханелерге гонулелер қатнай. Қырымда Умумрусия ярдым штабы ғайырдан чалышып башлады. Мы обрабатываем заявки. Біз аризаларны қабыл етеміз, огренеміз. Шымдықы даққаға оларның сайысы чоқ дегіл, онға яқын. Бақамыз гонулерні йоллаймыз. Олар ярдым етелер, қызмет көстерелер. Қайталар, сычағыны өлчейлер ве шыны девам етелер. Мы вместе адлы штабының волонтерлары пандемияның бірінші күнінден адамларға ярдым етелер. Ашы нұқталарында хастаханелерді чалышалар. Евде отырған адамларға ярдым етелер. В прошлом году проходила подобная акция. Кечкен сене бұл кебі акция тешкіл етілген еді, амма о вақыт тек екімлеріні хайырлаған едік. Бұл сене біз епсі тібеджелеріні хайырлаймыз. Үміт етеміз ки бөлі акциялар сықча олар. Біз үшін ең евелі қавсызлық чарелеріні риайет етілуі. Акцияда иштирак еткен епісі гоңыллер, тешкілетчілар бұй сепек чоқ адам. Олар епісі 18 яштан бұйуклер ве епісінің QR-кодлары бар, яғни біз ашы яптырдық. Гонулелерден ғайры екімлерге первасыз қалмаған адамлар да ярдым етелер. Маскалар, қолчақлар ве антисептиклер. Бұл шейлер аз олмас. Подарок своевременный. Бізде поликлиникаға күнде яғни сменада 460 адам мұражаат ете. Ве уч бөлігі олған стационар чалыша. Шымдыки вақытта бұл ағыр эпидемиологик вазиет себебінден кершектен де ішіміз пек чоқ. Хастаханелерден тыш коронавирус санки yok. Тек шымда адамлардың тебісімлеріні маскалар сақлай. Ратлық хафтасы себебінден соқақларда шерлелер сейрек раст келе. Добра, тепла и как можно больше веселья, позитива, такого, чтобы жизнь была красивая и неповторима. Чалғыжы асан шер сәкенлеріне пайтақтымыздың мерkezінде қуванч бағышлай. Гитарада чалмақ оның хоббисі. О еркез білген весевген четіл аваларыны ижра еті. Оларны ешіткен сон кечіп кетмекнің чаресі жоқ. Мен бір шеге бақмадан бегенген шейлерімнен оғрашқанына девам етем. Эбет кемер денішмелер бар, оларны кемерсіні бегенмейім. Ама епсі бір яшайышқа қуванып, көч кечерем. Сынырланувлар ойледі қала. Қаве ханелер, ресторанлар ве eglenче мерkezлерге, отель ве шифаханелер
учреждениелерге кірмек үшін QR-кодлар яда менфи ПЦР тестлерні тақдым етмек керек. Бу эпосы doğru yapıla. Başka çare yok. Virusnu tek böyle yenermiz. Tek böyle. Нефбетсіз ве 15 даққа içinde ковид белгіленуі бойынша экспресс-тестлер ноқтасы бойле шекілде чалыша. ПЦРге ошаған шей ама тестже япыла. Мазок тек бұрындан алына. Ахмеджетте бойле мобиль лабораториялар учерді. Тестін фияты тахминен 2000 рубле. Пациент получает. Пациент QR-код или бланк эльдейте. Яда почтаға йолаймыз. Бұл нетиженен адам тижари меркезге яда башқа ерге көріп бола. Шымда ашылама ноқталарында адам чоқ. Uzun невбетлер тізіле. Спорт ясақ, алкоголь ясақ. Егер sıcak көтерілсе, о zaman sıcakны түшірген ilaç içmek керек. Сабыр етіңіз, лютфен. Шымда Ахмеджетте ондан зияде бойле мобиль ноқтасы чалыша. Олар пайтақтымыздың тижари меркезлерінде ве паркларында ерлеше. Сейчас очень много. Шымды пек чоқ адам келе. Күнде 100-ден зияде. Анкета толтырыла екім оларны бақа бетек соң ашламаға кечелер. Сағлық сақлав назерлігі берген малюматқа көре Қырымда ашының бірінші санчысыны 700 бинден зияде адам, екінші санчыны есе 550 бинден зияде киші алды. Мы еще не достигли. Bizda kollektiv immuniteti derecesine yetmedik. Bu yönelişte geçirilgen iş pek büyük. Episi 127 aşılama noktası çalışa. Hem iş günleri hem de rahatlık günleri aşılar yapıla. Bayram günleri de çalışacaklar. Қырымға Невбеттекке Спутник Ви партиясы келді. Иләжінен толы құтылар Крымфармация анбарларына кетірілді. Мында санчы иләжіні сақлап тұтмақ үшін 40 буздолап ерлештірілді. Шымды бұл буздолаплар бош демек мүмкін 2 күн девамында Спутник Ви ашысының дозаларының Қырымның бүтін тибиет мәселелеріне дарқаттылар. Қасветленмеңіз иләж еркезге етер. Эсэс мақсадымыз вирусны тоқтатмақтыр. Температурный режим, да. Бұл контейнердің ішінде 29 градус суық. Норма 18 градус ве бұндан ашаға. Бұл Спутник Ви партиясы алуштаға йоланыла. Тибеджилерінің тек бір саты бар. Шу себептен вирустан құртарған иләч құтуларыны ағыр хастаны алып кеткен кыбы сирена давышлары ile алып кетелер. Ашылама хавсызлық месафесі маска режимі. Пандемия ile күрешті тек бойле черелер ярдым ете біле. Бұл жеңкнің нәтижесі тек бізге бағлы. Мемлекетіміздің тарихында ilk рақами әліні жетвелге алынуы девам еті. Суалерге жауапларны evde. Жетвелге алыжы келген вақыт әмді мұстақыл шекілде жетвелге алуф ноқтасына барып бермек мүмкін. Дабыр ел бұл госуслуги порталында онлайн шекілінде берілген жауаплар. Русия әлісі жетвелге алынуыда не үшін иштирак етмекнің мүмлігі ақында Қырым вияқияр бойынша Devlet статистика федераль қызметінің идаресінің елбасшысы Ольга Балдина тариф еті. Милет телеканалы үшін мақсус интервью. Позади 3 недели первой в истории страны цифровой переписи населения. Ольга Ивановна, какие итоги можно подвести уже сейчас? Мы действительно провели уже больше половины времени, которое отведено под перепись населения, ну, так мы называем в поле. То есть сейчас переписчики работают полным ходом, обходят наши домохозяйства, обходят жилье наших крымчан, все села в городах, всюду абсолютно. Хотелось бы сказать, что на сегодня почти 2/3 население Крыма уже переписано. Результат достойный, скажем так, он несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации. Вот. Но всегда хочется лучшего, на самом деле. С какими трудностями сталкиваются переписчики? Все ли крымчане охотно принимают участие в вопросе? Вы знаете, я отмечу в любом случае позитив и правильное настроение крымчан. В большинстве своем они понимают прекрасно, что перепись нужна. Перепись нужна прежде всего для нас самих, для того, чтобы мы понимали, сколько нас и для какого количества людей нужны те или иные улучшения. Бытовые улучшения, жилищные, социальные, экономическая, в конце концов, составляющая должна выстраиваться для какого количества людей. Вот если мы на сегодня не досчитаемся в Крыму людей, ну, понятно, наши программы будут несколько искажены. То есть этого допустить совершенно нельзя. Я сказала в абсолютном большинстве. Ну, возможно, к сожалению, есть отдельные проявления какого-то негативного отношения к переписи. Иногда наши жители связывают свои какие-то проблемы, жизненные проблемы, связывают с тем, что происходит в части переписи. Вот. И хочу еще раз, чтобы люди поняли, что перепись населения для того, чтобы результат ее, для того, чтобы все-таки наша жизнь стала лучше. Вот поэтому на перепись я считаю, что нужно просто реагировать безоговорочно позитивно.
Перепись – это то мероприятие в государстве, которое для нас с вами. Что изменилось в переписи по сравнению с 2014 годом? Перепись, которая проводится сейчас уже не на бланке, не на бумажные носители. Наши переписчики записывают всю информацию на планшеты. Есть специальная программа, наша отечественная программа, специально прописанная для переписи населения, защищенная от какого-либо вторжения. Это первый аспект, который отличает перепись. Ну, во-первых, и оперативность на сегодня получения информации, занесения информации, конечно, здесь достигается. Но и самое главное, что вот сейчас период, когда коронавирус, да, когда люди находятся в большинстве своем на изоляции, переписаться еще можно через портал госуслуг. Очень хороший способ, я считаю, очень важный на сегодня и достаточно простой. А что касается вопросов, они те же самые, что и на планшете у переписчика. 33 вопроса. И поверьте мне, проходить несложно на самом деле. Вот вопросы, касающиеся, которые не ставят крымчан в затруднительное положение. Вопросы достаточно простые. Собственно говоря, они не подвязаны даже конкретной личности. Человек может не называть свою фамилию, имя, отчество. В Крыму жители сел активнее проходят перепись, чем горожане. Чем это обусловлено? Я действительно обратила внимание, что в районах перепись успешнее проходит, чем в крупных городах. Возможно, как-то элементы занятости здесь срабатывают. Да? В городе люди чаще всего работают допоздна. Вот, возможно, мы еще кого-то не застали в городе. И еще другой аспект. Ведь мы переписчиков нанимаем из числа жителей данного населенного пункта, чтобы переписчику было очень просто ориентироваться на местности. Степень доверия к переписчику в селе, вероятно, выше в силу того, что многие знают его. И, собственно говоря, и он знает населенный пункт, знает людей. Ну и вот в данном случае, я думаю, вот такой вот диалог, он лучше складывается, быстрее складывается диалог в части переписи, нежели в городе. Понятно, здесь разобщенность все-таки большая. К сожалению, есть такие люди, которые отказываются принимать участие в переписи. Каким образом вносятся их данные? Если мы, во-первых, не застали кого-то дома, да, из населения, мы оставляем там сообщение о том, куда прийти на переписной участок, по какому телефону позвонить, то есть ищем способы контакта любые. Второе, мы даже если отказались, возможно, все-таки смотрим, что есть причины, ну, возможно, у человека уважительные, да, то ли захворал, то ли какие-то очень свои серьезные задачи. Мы придем еще раз. Придем, возможно, и второй раз, и третий раз. Ну, а если понимаем, что там категорически не хотят работать в переписи, мы, конечно, это домохозяйство возьмем в учет. Мы же не имеем права на сегодня не досчитать людей. Возьмем учет по данным жилищных служб, административных служб. Но на сегодня, конечно, правильней было бы все-таки переписаться и не формировать отказа. В начале переписи Крым был в топе лидеров по активности. Как ситуация обстоит сейчас? У нас позади уже 2/3 переписанного населения в Республике Крым. Это хороший показатель. Мы где-то вот так несколько выше среднероссийского уровня. В тройку первых мы на сегодня не попали, но у нас в основном лидеры – это те регионы, где есть труднодоступные территории, и которые перепись начали намного раньше. Там уже более 80% переписано населения. Ну, а наша задача уже 10 числа достигнуть как минимум 75% уровня для того, чтобы перепись закончить в срок, хорошего качества, при самом минимальном количестве отказов. Осталась неделя, впереди предстоит огромная работа по изучению собранной информации. Когда ждать первые итоги переписи? Действительно, 14 числа закончим нашу перепись. Кстати, электронная перепись ранее планировалась вот через портал госуслуг до 8 ноября, продлилась до 14, учитывая, что есть желающие переписаться все-таки через портал госуслуг. Это первое, что хотела сказать. После 14 ноября у нас еще предстоит работа. Мы должны собрать планшеты, слить информацию с этих планшетов, да, на сервер Росстата для обработки. Собственно говоря, подвести определенные итоги. Это уже организационные моменты, они продлятся до конца ноября. А вот потом уже тут же начинается обработка информации, формирование ее в целом по России и формирование прежде всего по субъектам Российской Федерации. Мы на сегодня тоже как отдельный субъект Республика Крым. И планируем, Росстат планирует, что первые итоги будут получены в декабре текущего года. Последующий год
2022 год мы уже будем по вопросам анкеты получать ответы на вопросы, о какой национальности наши люди, какие превалируют, какая структура полувозрастная, как мы распределяемся по уровню образования, по уровню доходов, по условиям жилищным, вот, сколько квадратов приходится на одного человека и много-много вопросов, которые могут быть производной из тех анкетных вопросов, которые мы задаем сейчас нашим людям. Банальный вопрос, но для чего людям нужно принимать участие в переписи? Полученная информация – это как путевка в будущее. Недаром перепись сегодня движется по стране, шагает по стране под слоганом «Создаем будущее». То есть на сегодня та информация, которая будет получена, она будет исключительно служить человеку, каждому жителю Российской Федерации. Ольга Ивановна, спасибо за интервью. Спасибо вам. Пробиркадан фиданлар теплицада зейтун бақчасы. Қырым алимлері земаневи донатма ве селекционерлерінің илері технологияларны қоланалар. Вазифе илімнің бірінші ирешмелеріні семерлі ве пара кетірген технологияға чевірмектір. Қырымда субтропик өсімліклеріні келешіклі шырайтлерді өстүрелер. Вернадский адына Қырым Федераль университетінің алимлері уникаль эксперимент кечірділер. Мемлекетімізді илік теплицада зейтун бақчасы сачылды. Уникаль лейха ақында левхамызда серетініз. Текелнен yapılған іш. Никита Небатат бақчасында бөле бірер зейтун жиялар. Юнанистанның ешіл алтыны мында 1000 теректен зияды. Тек 1 гектар ерден 3 тонна қадар берекет жиымақ мүмкін. Эм қара, эм ешіл зейтун жиыла. Олар тек пышыф мудеттінен фарклана. Зейтун түс ве көлемге көре айрыла. Sonra олар эксперименталь заводқа yollanıla. Ири сойлары консервацияға, уфақ тюфек сойларындан есе яқ сықыла. Қырым зейтунының тарихы 18 асырдан башлана. Фиданлар Ақ-Деңіз мемлекетлерінден кетіріледі. Қырымда бұл өсімлік için ялы бойының иклимі пек келішті. Фаростан алуштағачы 100 yıllık атты 200 yıllık зейтун тереклері осе. Арсыз терекке ilmi мирах есеттек Никита Небатат бақчасында айрылы башланды. Он начал интродуцировать. О мында четел чешетлерінің ең яқшыларыны сачып башлады. Бұл бақчаның яшы энде 100-ден зияды. Бұтын бұл вақыт девамында ilmi иш алып барылды. Интродуцияны кечкен ең яқшы чешетлер тестлерден кечті. Веоларның темелінде Никита Небатат бақчасының чешетлері чықарылды. Фароз бұл Қырым субтропик ерыдыр. Хасаба зейтун тереклері үшін пек келіші. Мында оларының бақчасы бар. 9 ел евелсі Қырым Федераль университетінің қадимлері эксперименталь мақсат иле бақча сачтылар. Алимлер зейтун яғыны атты суық шекілді сықып әлде еттілер. Кейфиет бойынша көстергічлер дүния стандартларындан ашты. Ама санайы мықяс үшін субтропик станциясы пек кичік. Шунын үшін зейтун тереклеріні теплицаларда сачмаға қарар алынды. Бұл sıcақ sevgen тереклеріні қорчаланған ерде өстірмек бойынша бірінші тырышу болды. Сачылған фиданларны алимлер Фароста асырайлар. Андан оларны Қырымның чөл тарафларында еткізелер. Өсімлікке зарар кетірілмесін деп ершейні олдықча тез yapmaq керек. Енді мұнда агрополисның территориясында зейтунларның тамыры атмасы üzerinde çalışалар. Бұның 2 усулы бар. Черенкование ве микроклонирование. Фиданларның эксеретіні бірінші усулнен асырайлар. Фидан тамыр атқан соң теплицада ачық топраққа сачыла. Мында Фароз бағындан ең яқшылары вечетел чешетлерінден асыралған тереклер осе. Бұл эксперименталь лейха Русияды бұның кибілері башқа yok. Келечекте бойле теплицаларда башқа еміш тереклеріні асырамаға ниетленелер. Та самая оливка. Бұл Фаростан кетірілген зейтун теречігі. Esas фондымыз бізде теплицаларда ерлеше. Бұл лабораторияда есе сачылуф үшін мальземе пробиркадан алына. Оклон етіліп ішленіле ве келешіклі ерде бақыла. В эту питательную среду. Мында макро ве микроэлементлер, витаминлер, сахароза бар. Егер ошынген олса, о заман агар қошылмай. Бұл есе инвитро, яни микроклональ чоқлаштыруф үшін биотехнология комплекстер. Земаневи донатма ве селекционерлерінің илері технологиялары. Бұл лабораторияда алимлер юзюм, дақ жилегі, гуль ве субтропик өсімліклеріні сағлаштырылмақ ве чоқлаштырмақ üzerinde çalışалар. Изначально лаборатории наши. Біріншіден біздің лабораториямыз елда 3 миллион нұсқа өсімлік азырланмасыны мақсат қоя. Қошма оларақ, біз яқында биореактор технологиянен қолланып башладық. Бұл Русия үшін яны усул.
Шымдылык біз бу технология üzerinde çalışamız. Ona keçкен сон біз бір yılda hatta 10 milyon hazırlap olurmuz. İlim деп adlandırılgan Milli Leyha çerçevesinde Ali Okuv Yurtu istissalının tolu циклını doğurtmağa planlaştıra. Biolaboratoriyada virussuz fidanlar östürülüvünden yağ istissalınacı. Vazife ilimnin birinci rişmelerini semerli ve para getirgen технологияға çevirmektir. Keçe yatқан hafta hatırımızda böyle kaldı. Biz ile olunuz, özünüzge ve yakınlarınızga muqayt olunuz. Görüşmek üzere.